Көп адамдар қолданатын мынадай сөз бар. Махаббат әлемді айналдырады. Әлемді шарлауға ол әрине көмектеседі, бірақ мені Мәсіхке алып келтірілген куәліктер емес. Адамдармен кездесуім, өздерін Мәсіхшіміз деп атап, бір-бірін сүйіп, мені де сүйе алулары. Міне осы мені өзгерткен. Білесіздер ме? Елші Паул біздің айтқан ақиқатымыз өмірімізбен расталу керек деп жиі айтқан. Бірінші Коринтықтарға арналған хаттың 13-ші тарауын оқиық. Содан соң мен Паулдың сөздерін басқаша сөздермен айтам. Мен адамдардың түрлі тілдерінде және періштелердің тілдерінде жатық та мүдірмей сөйлей білсем де, бірақ егер сүйіспеншілігім болмаса, сөздерім сыңғырлаған қоңырауға, әрі шылдырлаған асатаяққа оқсап мәнсіз боп қалады сонда. Басқаша айтқанда ол былай дейді. Егер мен балама ақиқатты айтсам, бұл менің басқаша сөзбен айтуым. Егер мен өз балама ақиқатты жарияласам, алайда сүйіспеншілік көрсетпесем, ол менің сөздерімді мыстың мағынасыз шыңғырлауы немесе шылдырлаған асатаяқ ретінде қабылдайды. Мәсіхшілік қауымдар сенбеушілерге деген шартсыз сүйіспеншіліктерін көрсете ме? Осы жайында әртүрлі адамдар не ойлайтынын білгіңіз келе ме? 76% бағушылар қауымының сенбеушілерге шартсыз сүйіспеншілік көрсететінін айтады. 47% жаңадан келген мәсіхшілер соған сенімді екендігін айтады. Егер барлық қауымға келушілерді алатын болсақ, онда 41% ғана қауымның адамдарға шартсыз сүйіспеншілік көрсететінін айтады. Бірақ осы жайында қауымнан тыс адамдар не ойлайтынын білесіз бе? 20% кемі қауымның мүшелері, Мәсіхтің денесі, оларды шартсыз сүйіспеншілікпен сүйетіндігін айтады. Адамдардың бізді сырттай көруі, олардың Мәсіхке келуіне деген ең басты кедергісі болуы мүмкін. Әрине, біз олардың ойларының шындыққа сай болмауы мүмкін екендігін түсінуіміз керек. Және шын мәнінде біз сенбеуші адамдарды сүйеміз. Ал егер сол шын болса, онда Құдай киелі рух оларды Иса Мәсіхті Құдай және құтқарушы ретінде қабылдауға көндіреді. Сіздердің сөздеріңіз адамдар үшін мыстың мағынасыз сыңғырлауы немесе шылдырлаған асатаяқ іспетті естілмей, қайта сіздің өміріңіз және олармен қарым-қатынасыңыз сіздің айтқан әр сөзіңіздің шындық екенін растайды деп үміттенемін.